Сейітов Сәбит Қыдырбайұлы. 1950 жылы Жаңарқа ауданы Атасу кентінде қаламгер отбасында дүниеге келген. 1972 жылы Қармуды бітірген соң облыстық Орталық Қазақстан газетінде әдеби қызметкер болып еңбек жолын бастаған. 20 жылға жуық Ақмола облыстық және аудандық газеттерінде тілші, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы қызметтерін атқарады. 1992 жылдан мемлекеттік қызметте. Қарағанды облысы әкімінің аппаратының бас маманы. Күннің шалқуы, келешек керемет, ел үмітін ер ақтар. Құт қонған Қарағанды, ғасырластарым, тағы басқа көптеген кітаптары жарық көрді. Кезінде оның тіл өрнегінен, жыр тәсілінен айрықша ізденісті, өзінше талпынысы бар тапқырлыққа бейім дарынын, қалам желісін байқаған қазақ поэзиясының ақ басты абыздарының бірі Қалижан Бекқожин жылы лебіз білдіріп, жас ақынға ақ батасын